Жемқорлық індет, ал онымен күресу міндет. Парақорлыққа жол берген лауазымды тұлғаларға қолданылатын жаза қатаң. Былтыр жегі құртқа айналған осы қатерлі дертпен күресу мақсатында мемлекеттік органдарға бір қатар ұсынымдар берілген еді. Осы тұрғыда жұмысына салғырт қараған тұлғалар жауапкершілікке тартылуда. Жыл басынан бері қалалық тәртіптік кеңес 10 азаматқа мемлекеттік қызметтерді көрсету стандарттарын бұзған үшін шара қолданды. Бұған дейін білім, денсаулық басқармаларымен кездесу өткізген мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің департаменті енді аудандық әкімдікпен басқосу өткізуде. Осындай жиын бүгін Алатау ауданының 25-тен аса мемлекеттік мекемелерінің басшыларымен өтті. 2014 жылдың өзінде де 50 мекемелерде кездесулер өткізіліп, түсіндірме жұмыстары қалай күресу керек, қандай жағдайда азаматтар айту керек. Содан кейін әкімшіліктің міндеті, құқық қорғау органдарының міндеттері. Мысалы, әкімшіліктің өзінің веб-порталы бар арнайы. Әр уақытта әр тұрғын Алматы қаласының әр уақытта шыға алады. Статистикаға жүгінсек, қалалық департамент орталық атқарушы органдардың қаладағы 17 аумақтық бөлімшелерді көрсететін 160 мемлекеттік қызмет түріне бақылау орнатқан. Осы уақытқа дейін орталық атқарушы органдардың бөлімшелері 1 775 766 мемлекеттік қызмет көрсетіпті.